Бауыр, сен қайда жоғалып кеттің? Ешқайда жоғалған жоқпын, өтірікші Серік. О, мұнда екенсің ғой. Осындамын, мынаның ішінде бірдеңе өсіп шығады дегенсің. Жаңа ғана тексердім, ештеңе жоқ. Соны айтасың ба? Бауыр, біраз шыдам керек. Айтпақшы, ол ыдыстың ішінде не істедің? Дән өсіп шықты мекен деп тексердім. Бауыр, мынау не енді? Барлығын қазып тастағанбысың? Барлығын емес, ол жерде әлі бар. Бауыр, дәнге енді тиіспе, жарай ма? Бұлай су құямыз, ал сендер балалар не өсіп шығатынын көру үшін каналымызға жазылуды ұмытпаңдар. Егер үйлеріңде өсімдік болса, лайк басыңдар. Бауыр, сен дәнді қазам деп кірғожалақ бопсың. Қазір сені тазартамыз. Жоқ, керек емес, осылай жүре берем. Білесің бе, жақсы бауырсақтар кір боп жүрмеу керек. Сонда мен жаман екенмін ғой, Сені таза қылып тазартайын, сонда жақсы боласың, тіпті сүйкімді боп шыға келесің. Керек емес. Сен мынаны қараш, менде мынадай тазалағыш бар, арнайы сен үшін. Не? Тазалағыш? Ол лизунға ұқсайды ғой. Керек емес. Жоқ. Керек. Қанеки бастайық. Ой, Серік. Қараш, қандай қызық тазалағыш, жұмсақ. Жарайды. Тек абайлап тазала, жарай ма? Жарайды, қорықпа енді. Тазалағышты бір қолыма, бауырды екінші қолыма алып, былайша және былай тазартам. Қытығым келді, Серік. Шыда, есесіне сұлу жігіт боп шыға келесің. Мінекей, болды. Осылай жақсы болады деп ойламадым. Балалар, мен сүйкімді боп шыға келсем, лайк басыңдар. Егер аз лайк алсам, Серікке өзімді тағы да тазартқызам. Серік, қарашы, мынандай нәрсе тауып алдым. Қане көрмей тұрмын. Мінекей, міне, қара. Опа! Көрдің бе? Сондай күлкілі. Расында күлкілі екен. Ол не? Бұл слайм. Серік, жаттап ал. Слайм. Мынау слаймың қолға тұрмайды ғой. Менен қашып кеткісі келеді. Сондай күшті. Саған тағы бір антистресс. Оны былш-былш еткізіп тастасаң болады. Онымен тағы не істеуге болады? Не дейсің бе? Үстелдің үстіне былш еткіз, қане. Болды. Мәссаған, бауыр, расында керемет нәрсе екен. Қазір оны бір жерге жинап алайын. Маған бір ой келді. Қара, бауыр, қазір шар үрлейміз. Рас па? Қалай? Мүмкін емес. Мінекей қара. Түтікті аламыз да үрлейміз. Шарик! Аллақай! Қолымыздан келді. Үрлеш, тағы да үрле. Көрдің бе? Супер! Тағы бір рет жасаша. Окей. Арнайы бауыр үшін шар үрлеу сабағы. Назар салыңдар! Серік, шар қайда? Неге бұрқылдатып жатсың? Мінекей осындай кішкентай шар шықты. Серік, үнемі сөйтесің. Балалар, ал сендер слайммен не істейсіңдер? Комментке жазып қалдырыңдар. Егер біздің эксперимент ұнаса, лайк басыңдар. Бауыр, саған не болды? Ауырып қалған жоқсың ба? Серік, дене қызуым көтерілген секілді. Және басым, басым. Маған сыйлық керек. Барлық ауруға қарсы керемет дәрі ол сыйлық. Сыйлық ол қулыққа қарсы керемет дәрі. Сонымен түсінбедім. Сыйлық бола ма жоқ па? Қусын ғой, бауыр, қусын. Болады әрине. Мінекей және міне. Серік, бұл немене? Сәбилерге арналған ойыншық алып келесің деп ойламап ем. Сені түсіне алмай тұрмын. Тұра тұршы, бауыр. Бұл әлі соң емес.
қазір жарыс болады. Сонда қалай? Қазір мына пониді Майка деп атаймыз, ал мынаны Айка. Айка және Майка. Содан ары қарай не? Айка мен Майка арасында жарыс өткізейік. Аха, мен Майкаға жанкүйер болам. Ал мен Айкаға. Сонымен понилер дайындал. Кеттік! Тұра тұр, понилерімізді жарысқа дайындап алайық. Міне осылай қазір бастаймыз. Дайындал, назар сал, алға! Майка! Айка алға! Алақай! Жеңдік! Балалар, каналымызға тездетіп жазылыңдар. Әйтпесе қызықтың бәрінен құр қаласыңдар. Және лайк басыңдар. Ой,